Операция үй болып жатыр ұлымыз екеуміз. Бұл сушильный машина. Бұған алғанымызға 1,5 жылдай болды үйден. Шамамен. Былай тұр олым. Ішінен неше түрлі боқтықтар шықты қосын. Мына кептірген кезде радиаторлар толып қалады екен. Бұны ашып-шашып жинауға 40 мың ақша сұрады. Қолдарыңмен келмейтін болса, лучше мастер шақырғандарың дұрыс. Бір талай шуруптар бар, ана қарашы, қаптап жатыр. Айтқым келгені, полностью разбирать ету керек, астына жету үшін. Барабанын алдым, бәрін шашып тастадым. Боқтық деген страшно шықты ішінен. Ашық жанып тұрады да, очистите барабан дегендей. Очистите систему деп. Но Samsung деген. Асты үстімен алып едік. Екеуі де Samsung. Осындай. Так что қызық. Әлі алда, әлі жинау керек. Тағы да көрсетерім жинап болғаннан кейін. Бәрі нормально болады шығар, надеюсь. Так, жинап болдым. Асты үстімен тұратын болғасын. Так, хлопья дейді. В общем, несі программасы жақсы істеп тұр бәрі. Сосын мұның міне бәрі көріп тұрсыңдар ма? Боқтықтары. Осындай боқтықтар ішінде толып тұрады. Жақсылап тұрып тазартып тұру керек екен. Мына жерінде де несі бар жаңа. Радиаторы. Соны жуып тазарттым кеше. Бұл деген 1 жылда 1 рет тазартылып тұру керек екен. Алатын болсаңыздар мастерге 30 мың бересіңдер. Так что среднем 30 мың алады екен. 40 мыңда сұрайтындары бар. Сушильный машинаның осындай минустары бар екен.